Сәлем баршаға, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз запеканка дейміз ғой, сондай творожная запеканка жасаймыз. Таңғы асқа немесе перекусқа өте дәмді әрі таптырмас тағам. Ең алдымен жұмыртқаның ағы мен сарысын бөліп аламыз. Сүзбенің творогтың үстіне тек сарысын саламыз да, ағын бөтен ыдысқа алып қоямыз. 2 қасық қант, 2 қасық ұн және ванильный сахар немесе ванилин салып жақсылап араластырамыз. Сүзбеміздің іртік-іртіктері кеткенше әдемілеп араластырып аламыз. Ағын не істейміз деп қамжемеңіз, ағында осында қосамыз, тек оны блендермен көпіртіп, ағартып қосамыз. Калориясы төмен және тойымды таңғы ас деуге болады бұны. Жақсылап араластырып болған соң, жұмыртқаның ағын блендермен жақсылап көпіртіп аламыз. Яғни ыдысымызды аударған кезде ақпайтындай сұйық емес болу керек, нығыз масса болу керек. Соны жаңағы сүзбеміздің үстіне салып, оны да жақсылап араластырамыз. Әбден араластырып болған соң, формамызға саламыз. Менің формам үлкен болғандықтан, барлық жеріне жайып салмаймын. Егер кішкентай порционный формаларыңыз болатын болса, 2-3 бөлікке бөліп, сол формаларға салсаңыз да болады. Мен формамның жартысына салдым. Енді бізге бетіне бір үлкен алма және бір шабдалы керек болады. Осындай кубиктап, әдемілеп турап аламыз. Басқа жеміс қойсаңыз да болады. Мысалы, банан, құлпынай деген сияқты жемістерде өте әдемі болады. Дегенмен, мен дәл қазір алма мен шабдалы болғандықтан соны қостым. Үстінен шамалы корица қосамыз және бір қасық қант қосамыз. Жақсылап араластырып, сүзбеміздің үстіне бір тегіс етіп орналастырып шығамыз. Барлығын орналастырып болған соң, духовкаға 20-25 минутқа 170-180 градусқа салып, қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қараңызшы, іші пышный, жұмсақ, өте дәмді таңғы ас. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Каналға жазылып, өз пікіріңізді немесе түсінбеген жерлеріңізді комментарийге қалдырып кетіңіздер.